Мен сіздерме барша тыңдарманға сәлем. Бүгін біз өте өзекті, қазіргі заманның дәл жүрегінде тұрған бір тақырыпты талқылаймыз. Ол жастардың трендке тәуелділігі. Бұл жақсы ма, жаман ба, қандай зияны бар, қандай пайдасы бар? Осы сұрақтарды тыныш отырып ой елегінен өткізейік. Сіздермен бүгін бірге болатын мен Ташболат Севинч. Және мен Салханова Севинч. Және мен Ирисматова Дильноса. Сіздерге сұрақ қоятын болсам, тренд деген не, және трендке тәуелділік дегенде не түсінесіздер? Менің ойымша, трендке тәуелділік бұл қалыпты құбылыс. Жастар қазіргі таңда әртүрлі трендтер шығып жатыр. Соларды пайдаланып көрудің арқасында өзінің креативтілігін дамытып, және де өздеріне жаңа орта қалыптастырып отыр десек те болады. Ал сіз қалай ойлайсыз? Ал менің ойымша тренд уақытша қызығушылық, яғни ол ұзаққа созылмайтын бір қуаныш деп ойлаймын. Өйткені адамдар уақытына қарай андай қызығады ғой. Бір тренд уақытша шығады, сосын оны қайталайды, және бұл бір жаман жері, или білмеймін, трендті қолдайтындар үшін жақсы жағы деп ойлаймын. Уақытша белгілі бір уақытта өз белсенділігін жоғалтады. Сол үшін мен тікелей жаман бір жақсы көзқараста емеспін тренд үшін. Міне осындай менің ойым. Демек, сіздердің пікірлеріңіз екіге бөлініп тұр, солай ма? Иә, дәл солай. Ал енді тағы бір сұрақ қоятын болсам, жастардың трендтерді бақылауы шығармашылық қабілеттеріне қалай әсер етеді? Қазіргі таңда бағана айтып кеткенде, тренд түсіру арқылы балалар өздерінің жақсы, жаман жақтарын ажырата алады, өзінің жасырынып жатқан қабілеттерін аша алады. Мысалы, жаңа тренд шықса, осыны қайталап көру арқылы өзіне жағымды или жағымсыз жақтарын ашып ала алады. Және де тренд арқылы әртүрлі табыс көздерін қолданып көре алады. Біреуі іске асып кетсе, біреуі іске аспай қалады. Солардың барлығын өздері бұлайша шешіп алып, соған қарай жүріп кетеді десек те болады. Ал менің ойымша тренд жастарды бір-бірімен салыстыруға мәжбүр етеді. Білеміз, барлығымызда трендті тиктокта да көрсек, барлығы бақытты, барлығы бай, барлығы өте позитивный, бірақ шын өмірде менің ойымша сол адамдарда өз-өзіне сенімділіктің жоғалуы, өзін қоғамдағы адамдардан төмен санауы, сондай сезім пайда болады деп ойлаймын. Мысалы, адамдар не үшін бір ойланып көрейікші осы жерде. Адамдар не үшін ең соңғы жаңағы телефон мобилін ұстайды? Өйткені ол жерде бір белгілі бір мақсат жоқ. Ең басты мақсат көздеп отырғаны трендтен қалмау, ең соңғы жаңағы шығып жатқан нәрсені алу, немесе жаңағы қатарластарынан қалмау. Сол арқылы олардың ойларынша мен ойлаймын, трендтен қалсақ қоғамнан алыстатылатын сияқты, ойлайтын сияқты менің ойымша. Енді келесі сұрақты қоятын болсам, сіз трендтің жақсы жақтарын айтып жатсыз, дұрыс па? Иә. Сізге сұрақ, танымал трендтер кейде дұрыс емес мінез-құлықты қалыптастыра ала ма? Бағана айтып кеткенде, егерде адам өзіне қайсы жақсы, қайсы жаман екенін ашық айқын біле алатын болса, ол жаман трендті сразу біліп, байқап, оған бармайды деп ойлаймын. Сол үшін де адам әрбір салада өзін байқап көру арқылы өзіне не керектігін біле алады. Сол үшін де адам өзіне не керектігін білсе, жаман жолға бармайды деп ойлаймын. Ал сіз трендтің жаман жақтарын айтып жатсыз. Сізге сұрақ. Осы әлеуметтік желілер арқылы ақша тауып отқандар, өздерінің табыстарын тауып отқан адамдарға қандай пікір айтасыз? Мысалы, олар ешқандай оларда жаман ой жоқ, тек қана өздерінің табысын күнін көріп отыр. Иә, мейлі әр адамның өзінің пікірі, өзінің іс-әрекеті өзіне жақсы ғой. Иә, дұрыс қараймын, бірақ бәрібір адам
Енді тиктокта отырып ақша тапқан соң барлығымыздың ойымызға бір нәрсе келеді, яғни ешқандай қимылсыз, ешқандай іс-әрекетсіз бір жату арқылы да ақша таба алады. Бірақ ол ең біріншіден денсаулыққа кері әсері болуы мүмкін, яғни физический жағынан адам қимылдамаса, жастарды әртүрлі жаңағы қазір үлкендерден де естиміз ғой, аурудың бәрі жердің бетінде деп. Барлық ауру сондай қимыл іс-әрекетсіз жатқан жастарға жабысуы мүмкін деп ойлаймын. Әрине дұрыс тапсын тиктоктан да, бірақ бәрібір де барып келіп жүріп адамдармен байланыста болып, қарым-қатынаста болып тапқан ақша менің ойымша дұрысырақ деп ойлаймын. Сіздің ойыңызша сонда адамдар тек ақшаны отырып ғана табады деп ойлайсыз ба? Менің түсінгенім бойынша сіз тек адамдармен араласпай, тек әлеуметтік желіде отырып табыс табады деп түсініп отырмын. Негізінен әлеуметтік желіне адамдар 1-2 сағатын ғана жұмсап, өзіне керекті қаражатты тауып отыр, ал қалған уақыттары жақындарымен өткізіп жатыр. Қалған уақыттарын бұл жағы да бар. Негізінен айта кететін болсақ, мен сіздің ойыңызбен түбегейлі келіспеймін. Осы орайда айтып кетіңізші, 1-2 сағатта табылатын қандай ақша ол? Қалай тауып отыр ол ақшаны? Соны білгім келіп тұр мен. Мысалы, қазіргі таңда әртүрлі жаңа мамандықтар шығып жатыр. Мысалы, SMM, мобилограф, маркетолог, және де трейдинг арқылы да адамдар көптеген өзінің қаражаттарын тауып жатыр. Солар арқылы да табыс тапса болады. Негізінен ізденген адамға, ізденіп тауып білім алған адамға ақша табу бұл оңай деп ойлаймын. Осы орайда мен сізге сұрақ қоятын болсам, трендке тәуелді болу жеке даралықты жоғалтады деп ойламайсыз ба? Адамның өзінің бойындағы жеке қасиеттерін жоғалтады деп. Өйткені ол трендке тәуелді болып жатыр, сол трендпен жүріп жатыр, и сол тренд үшін барлық заттарды сол трендпен істеп жатыр. Жеке даралықты жоғалтады деп мүлдем ойламаймын. Себебі ол әртүрлі трендті байқап көру арқылы өзінің ішінде жасырын жатқан қабілеттерді ашып жатыр деп ойлаймын. Мысалы, бағана ақша табу туралы әңгіме кетті ғой, мен сол орайда бірдеңе айтқым келген. Енді дұрыс деп жатсыз сіз, бірақ мен көріп отырмын, адамдар барлығымыз байқағандай бір руға бөлініп, немесе ұлтқа, елге бөлініп, бір-бірінің жаңағы тиктокта отырған адамның, жаңа прямой эфирде отырған адамның каспиіне ақша тастау арқылы солай ақша тауып отыр. Мен оны түбегейлі қарсымын да ондай тірлікке. Адамдарды білмеймін, алдау ма, қалай ойлайсыз сіз соны? Ол да дұрыс деп ойлайсыз ба? Сіздің айтып отқаныңыз, менің ойымша, ол эфирлерде отырып ақша табу, батыл ойнауды айтып отқан шығарсыз, Жоқ, батыл ойнау емес, батыл ойнау басқа. Мысалы, енді толық түсіндіріп өтетін болсам, бір қыз отырады, экранның бетіне бірнеше руларды жазып қояды, қазақтағы руларды, және де оған не деп айтатын, демонстрация экраны қойып қояды, оған адамдар ақша тастайды, астына сообщениеға мына руға мынандай ақша деп жазып жібереді. Сосын сол жерде балдармен андай есептелініп, соңында, эфирдің соңында белгілі уақыт келген кезде мына ру жеңді, жеңімпаз деп айтылады. Болды, сол арқылы адамдарды алдау арқылы менің ойымша тауып отыр деп ойлаймын сол қыз. Сол адамдар. Менің ойымша ол алдау емес, ол тек қана құлық, өйткені ол өзінің миын істетіп, әлде бір құлық істеп, ол ақша тауып отыр. Оның істеп жатқаны әрине дұрыс емес, бірақ та оны жаманды деп айта алмайсыз, өйткені оның бәлкім басында қандай қиын күндер өткенін білмейсіз. Мен Ділназа ханыммен толықтай келісемін. Енді трендтің сонша адамның ішінде бір адам жаман болды екен деп, трендті полный жаман деп, жаман жағын айтуға да болмайды. Мынандай деп айтады ғой қазақта, көпке топырақ шашпа деп. Сол ішінде бір адам не то эфир түсірді екен деп, барлық эфир түсіретін адамдарды біз жаман, или болмаса трендтің арбауында жүр деп айта алмаймыз ғой. Енді сіздерге тағы бір сұрақ.
Сіздер өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Өздеріңіздің өмірлеріңізде сіздер трендке тәуелдісіздер ме? Мен жеке басым трендке тәуелді емеспін. Білмеймін ол не үшін екенін. Трендке тәуелді болмадым. Яғни үлкен адамдар да бір музыкамен түсіріп жатады ғой. Ондайым жоқ. TikTokқа ешқандай видео салып, ондай әрекет жасаған емеспін. Өзім түбегейлі қарсымын. Өз басым. Басқа бірақ салғандарға, тренд түсіргендерге енді өздерінің өмірлері болған үшін ештеңе дей алмаймыз. Енді мен өзім түсіріп салған емес екенмін осы уақытқа дейін. Sevinç, сіз қалай ойлайсыз? Мен қазіргі таңда әлеуметтік желілерде өзімнің кішкентай аудиториям бар, өзімнің оқырмандарым бар. Осы оқырмандардың арқасында кішігірім бизнес аштым. Бизнес дүкенім бар. Соның арқасында мен өзіме табыс тауып отырған адам болғандықтан да мен осы трендке тәуелділіктің пайдалары да бар деп ойлаймын. Мен қазіргі таңда тренд түсіріп, өзімнің креативтілігімді дамыттым, және де табыс көзін таба бастадым, және де өзімнің жасырынып жатқан қабілеттерімді аша алдым. Сол үшін де мен трендке тәуелділіктің зиянынан пайдасы көбірек деп ойлаймын. Осы сұхбатымыздан бір қорытынды шығаратын болсақ? Қорытындылай келе тренд жақсы, бірақ трендтің арбауына түспейік, өзіміз жеке дара тұлға болып қалайық, ешқандай еліктеусіз. Енді трендті де жақсы қолдана білген адамға пайдасы бар. Сол үшін осылай қорытындылағым келеді. Тыңдармандарға, тыңдап отырған барлық жандарға рахметімді айтқым келеді. Рахмет үлкен. Сау болыңыздар.